Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Бүгінгі сабақта сенің білетінің төменгі және жоғары саты өсімдіктері, жоғары сатыдағы өсімдіктердің белгілері. Сенің меңгеретінің жоғары саты өсімдіктерін белгілеріне қарай ажырату. Біз өсімдіктерді, балалар, 3 топқа бөлетінімізді білесіңдер. Ағаш, бұта, шөп. Яғни шөптесін өсімдіктер деп бөлгенбіз. Ал енді тағы қандай топтарға өсімдіктерді бөлуге болады? Өсімдіктер төменгі саты, жоғары саты деп бөлінеді екен. Ал енді қандай белгілеріне қарап төменгі және жоғары саты деп бөлінеді екен? Ал алдымен өсімдіктің мүшелерін есімізге түсірейік, кәнекей. Өсімдіктің мүшелері тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс. Осы жерге қарап отырсаңдар, суретте, балалар, жоғары саты өсімдіктерінің мүшелері толық жетіледі екен. Олардың тамыры, сабағы, жапырағы, жемісі, гүлі, тұқымы болады екен. Суреттегі қызанақ жоғары саты өсімдігі. Себебі аталған мүшелері бар. Енді зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік, кәнекей балалар. Суретте берілген өсімдіктің қандай мүшелері жетілген? Бірінші тұрған суретте балдырдың суреті бейнеленген. Яғни, балдырдың суретінде біз өсімдіктің тамырын, сабағын, жапырағын, жемісін көріп тұрмыз ба? Екінші суретке назар аударайық. Бұл жерде өсімдіктің барлық мүшесі бар. Бұдан енді қандай қорытынды жасауға болады, балалар? Яғни, балдыр бұл төменгі саты өсімдігі. Себебі балдырда өсімдік мүшелері жетілмеген. Өсімдіктер төменгі сатыдағы және жоғары сатыдағы деп бөлінеді. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің мүшелері болмайды. Олар сулы ортада тіршілік етуге бейімделген. Бұл топтағы өсімдіктерге балдырлар жатады. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің мүшелері толық жетіледі. Олардың тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі мен жемісі болады. Мысалы, қарағай, арша, терек, итмұрын жоғары сатыдағы өсімдіктерге жатады. Ширату тапсырмасын орындап көрейік, балалар. Ойлан, жұптас, бөліс әдісі арқылы. Мына фотосуреттерге мұқият зер салып қарайық. Екі түрлі фотосурет берілген. Яғни, төменгі сатыдағы өсімдіктер және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Яғни, төменгі сатыдағы өсімдіктерге нелер жатады? Жоғары сатыдағы өсімдіктерге ше. Өсімдіктерді неге бұлай топтастырдың? Өз ойыңды түсіндір. Келесі тапсырма, балалар, кесте арқылы жұмыс. Яғни, кестеде берілген ақпаратты толықтырып, қорытынды жаса. Бұл жерде итмұрын, шырша өсімдігі берілген. Есіңде сақта. Өсімдік төменгі сатыдағы, жоғарғы сатыдағы болып екіге бөлінеді. Төменгі саты өсімдіктерінің мүшелері болмайды. Жоғарғы саты өсімдіктерінің мүшелері болады. Кері байланыс
білім пирамидасы арқылы. Жоғарғы сатыда тақырыпты ашатын бір түйінді сөз, ортаңғы сатыда тақырыпты ашатын 5 сөз, тақырыпты ашатын 5 сөйлем, соңғы